Қайырлы күн, құрметті менің тыңдармандарым. Мен кінәлімін. Қызымды баласынан бас тартуға көндірдім. Құрметті тыңдарман, әңгімені тыңдамас бұрын арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. 5 жыл өтсе де маза бермей жүрген ой азабын тартқанын айтады. Егер жер бетінде барлық адамға аналардікіндей мейірім берсе, қандай болар еді? Аналар тіпті перзенттерінің күнәсін де көтеруге дайын. Оның есімі Қатира. Мектепте бірге оқыған құрбысымен достық қарым-қатынасы әлі үзілмеген. Құрбысы 10 шақты жыл бұрын кенжетайынан айырылғанда Қатира оның қасында болыпты. Оның басқа перзенттері бар ғой, бірақ әрқайсысының орны бөлек. Кенжетайы ерекше бала еді. Қазір мүгедек балаларды осылай атап жүрміз. Дәрігерлер перзентханада ақ құрбымның баласына Даун синдромы деп диагноз қойған болатын. Бірақ құрбым сенбеді. Құрбысы баласы 6-7 жасқа толғанша дәрігерлердің сөзіне сенбейді. Үйіне келген көрші көлем, туған туыс, әй неге бұл бала еңбектемей жатыр десе, еңбектемей-ақ жүріп кетеді. Жалқау балалар сондай болады екен деп жауап береді. Алайда уақыт өткен сайын дәрігерлер қойған диагноз көзге анық көріне бастайды. Жыл сайын оңалту орталығына барып, тиісті сауықтыру емдерін алады. Ағзаны қажетті дәрумендермен үзбей береді. Массаж жасатып, логопед маманына жалдайды. Баласы 9 жасқа толғанда еңбектей бастайды. Содан кейін жайлап үстел жағалап жүру әрекеттенеді. Бірақ аяғы әлсіз, тұрғанда дірілдеп тұрады. Қолы да әлсіз, икемсіз. Қасықты дұрыс ұстай алмайды. Айтқан сөздің бәрін түсінеді, бірақ сөйлемейді. Әйтеуір нәтиже байқалғанына қуанған ана, баласы кейде дірілдеп, ауа жетпей тұншығып ауырғанда өзін қоярға жер таппайды. Құрбымның үйіне барған сайын жаным ауырып, жүрегім езіліп қайтатынмын. Оның баласының ауыз қуысы да дұрыс жұмыс істемеген еді. Ол өздігінен тамақты шайнап жей алмайтын. Шайнап аш жемеген балада қайдан күш-қуат болсын? Үлкен адамның ауырғаны басқа, ал кішкентай баланың ауырғанын көру қиын. Құрбымды да, оның ауру баласын да аяп жылағым келетін. Бірақ құрбыма көз жасымды көрсетпейтінмін. Құрбысы қанша әрекет жасағанмен, ауру баланың өмірі қысқа болыпты. Туғанда жүректерді бар көрінеді, өйткені дәрігерлер үнемі физикалық қимылды көбейтуге болмайды. Жүрегіне күш түседі, жүрегінде кінәрат бар деп ескертіпті. Кішкентай баланың әлсіз ағзасы жүрек дертіне шыдай алмай ма екен, түнде ұйықтаған бала таңертең оянбайды. Осы оқиғадан соң арада 3 жыл уақыт өткенде Қатираның тұрмысқа шыққан үлкен қызы екінші баласын өмірге әкелді. Қуанып алып ұшып, перзентханаға жеткенде құдағиының айтқан сөзі көңілін су сепкендей басып тастайды. Қатира дәрігермен сөйлеседі. Церебральды паралич деген диагнозды естігенде есеңгіреп қалады. Қызы жүктілік кезінде тексерілгенде құрсақтағы шарананың дұрыс дамымай жатқанын мамандар айтқан екен. Бірақ жасана елемеген, ешкімге айтпаған. Қатира диагнозға не сенерін, не сенбесін білмей отырғанда құдағиы, бастары жас қой, әлі талай дені сау баланы өмірге әкеледі. Мен ұлымның ауру балаға қарап қиналғанын көргім келмейді. Қызыңды көндір, бас тарттын баладан деп тоқ етерін айтады. Дәрігердің сөзіне сенбейін десе, бұндай оқиға құрбысының басынан өткен. Құдағимен келіспейін десе, өзі де қызының қиналғанын қаламайды. Қызы түгілі өзі де ауру баланы баға алмайтынын жақсы біледі. Ал ойлануға уақыт аз. 12 мүшесі сау туылған баланың өзіне қарауда оңай емес қой. Ал ауру бала. Қызымды құрбым сияқты шапқылап, жылап, қиналып жүргенін бір сәт көз алдыма елестетіп едім, жүрегім ауырып кетті. Қызыма түсіндіріп айттым. Бірақ ол нені түсінсін? Қарай аламын дейді. Ата-енесі айтып, мен айтып түсіндіріп, әйтеуір көндірдік. Қызы біраз жылап жүріпті. Обалын мен көтеремін, сен менің айтқанымды орындадың, өзіңді жазғырма. Сенің кінәң жоқ деп, қызын жұбатқанымен Қатира өзін әлі жұбата алмай жүр. Бұл оқиға 5 жыл бұрын болған.
ал Қатира әлі күнге дейін өзін кешіре алмайтынын айтады. Ауыр ой азабына шыдай алмай, 1 жылдан соң жиен немересін іздепті. Айтуынша, 2 айдан соң ақ нәресте шетінеп кеткен екен. Ауру бала туған үшін ажырасып кетіп жатқандар бар. Менің қызымның ажырасқанын қаламадым. Қиындықтан құтқарғым келді. Бірақ не істей алар едің, дейді Қатира егіліп. Расында да не істеріңді білмей қиналатын оқиға болады. Құрметті тыңдарман, осы оқиға жайында өз ойларыңызды комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.